Футбол бұл өмір, ал 13-ші сектор арнасы футбол ақпараттарын жеткізуші арна. Достар, 13-ші сектордан бүгін көретіндеріңіз Барселонаның қате трансфері. Марко Ройс ресми түрде Дортмундтық Боруссиядан кетеді. Осы және басқа да футбол ақпараттары бүгін сіздердің назарларыңызда. Достар, арнамызға жазылып қоңыраушаны басып еңбегімізді бағалап, лайктарыңызды да баса отырыңыздар. Ал енді біз бастайық, кеттік. Достар, Юрген Клопптың осы маусымнан кейін Ливерпульдан кететінін білесіздер. Соның алдында пресс-конференцияда тағы да бір сұхбатын берген екен. Жалпы Юрген Клопп пен Салахтың ерегесіп қалғанын біріңіз білесіздер, біріңіз білмессіздер. Сол жайлы айтқан екен. Енді Салах екеулеріңіз араларыңыз түзелді ма деген сұраққа, иә, біздің арамыз түзелді. Біз бір-бірімізді жақсы танимыз, қаншама жылдар бойы танимыз. Ешқандай айналамыздағы сөздерге қарамастан тіл табыса аламыз деді. Және де Юрген Клоппқа сұрақ қойылды, келесі маусымда осы маусымнан кейін Салах сатылады ма деген. Ал Юрген Клопп оған былай жауап берді: мен бұл мәселеге бұдан кейін шаруам жоқ, қатысым жоқ, біреу үшін жауап бергім келмейді. Бұл мәселелерді енді басқа адамдар қабылдайды, солардан сұраңыздар деді. Енді шынымен де Мо Салахты Аль-Иттихад клубы алады деген ақпараттар бар, және де ұсыныстар көп. Ұсыныстар әлі өзінің күшінде. 100 миллион евроға Мухаммед Салахты алуға дайын Аль-Иттихад клубы. Бір маусым бұрын ғана 230 миллион евроға алғысы келген болатын, барлық рекордты жаңартып тастайтын еді. Бірақ та Ливерпуль былтырғы маусымда, нақтырақ айтқанда осы Юрген Клопп Салахты жібермей қойған еді. Қазір бірден 100 миллион евроға түсіп қалды. Рекорд сол Неймарда қала беретін болды. Неймар Барселонадан PSG-ға ауысқан кезде 222 миллион евроға ауысқан еді. Енді Мухаммед Салах Ливерпульда қалмайтын тәрізді. 100 миллион евроға сатып жіберу де Ливерпуль үшін пайдалы болуы мүмкін, себебі Салахтың жасы да кетіп бара жатыр. Енді бір маусымға қалатын болса, мүлдем бір 40 миллион евроға сататын шығар деген ойда бар. Оның үстіне биылғы маусымдағы ойыны былтырғысынан әлсізірек. Енді ол күшеймейтіні де белгілі, жасы келген сайын ойын деңгейі төмендей беретін шығар. Роберто де Зерби деген Брайтонның бас бапкеріне талай топ клубтар қызығып жатыр, себебі топ клубтар ақсап жатыр. Бұл де Зерби сияқты бапкерлер аз қаржыдан, онша емес құрамнан жақсы ойын шығарып, жақсы команда құрып жатқанын көруде. Енді де Зерби да жақсы ұсыныстар болса қабылдауға дайынмын деген сияқты өзінің ашық екенін пресс-конференцияларда айтып жүрді. Бірақ та соңғы сәтте Sky Sport басылымының айтуынша Роберто де Зерби тағы да бір маусым Брайтонда қалуына қарсы емес екен, және де сол мәселелер қазіргі таңда қарастырылып жатыр. Тағы да бір маусым Брайтонда қалғысы келеді, көргісі келеді, Брайтонның өзіне ұнайтынын айтып жатыр. Жалпы осы маусым бапкерлердің пранк жасайтын маусымы ма деп қалдым. де Зерби мінекей қалып қалды, кетем деп жүрген, нақты кетеді деп отырған болатынбыз. Хави Эрнандесті білесіздер, Барселонадан міне кетеді деп едік, қалып қалды. Хави Алонсо бар, қалып қалды. Енді Томас Тухель де Баварияда тағы да бір маусымға қалып қалуы мүмкін. Бапкерлермен осы маусымда қызықты жаңалықтар болып жатыр. Барселона Витор Роккені сатып алғанын білесіздер, және де оны негізгі құрамға енгізбейтін тәрізді, себебі жалға беру үшін мүмкіндіктерді қарастырып жатыр. Ал Витор Рокке болса Барселонаның негізгі құрамында ойнағысы келеді, Барселонадан кеткісі келмейді. Ал Барселона Ла Лигадан бір лайықты команда қарап жатыр Витор Роккеге, себебі Ла Лигаға үйренсе берсін, және де испан тілі де күшейе берсін деген ниетте тек қана Ла Лиганың командаларына бергісі келеді. Жалпы не үшін алды деген сұраққа тоқталатын болсақ, иә, арзан ақшаға алған жоқ, жас ойыншы екенін білеміз. 40 миллион евроға алды. Қазіргі қаржылай қиындықтарда Барселона үшін 40 миллион евро деген үлкен ақша болып саналады. Және де одан бөлек тағы да бір бонустары болу керек, беретін қателеспесем. Және де Витор Роккенің өзі кеткісі келмейді, себебі Витор Рокке Барселонаға келісім шартқа қол қойған кезде бәлкім бір сөз берген шығар Барселона клубы: сен негізгі құрамда ойнайсың, саспа, кел бізге деген сияқты бір құлағына құйған шығар неше түрлі әңгімені. Сондықтан да Витор Рокке ешқайда кеткісі келмейді. Сендердің сөздерің қайда? Мен неге негізгі құрамда ойнамаймын? Мен ойнағым келеді деген сияқты әңгімелерін айтуда. Енді жалға берген бір шетінен дұрыста шығар.
оңалар, өзгерер, өзіне деген сенімділігі пайда болар, ертең сенімді түрде Барселонаға келіп ары қарай жақсы жұмыс жасар. Бірақ не үшін алды? 40 миллион евроға не үшін алды деген сұрақ қана туындайды. Негізінде жалпы басылымдардың айтуынша Витор Роке келесі маусымда жалға кетеді. Хави Эрнандес оны өзінің қазіргі командасындағы негізгі құрамда көрбейді екен. Әлемде Марко Ройс дейтін тамаша ойыншы бар. Ешқандай хейтері жоқ шығар деп ойлаймын. Осы Марко Ройс соңғы маусымы өткізіп жатыр. Дортмундтық Боруссияда осы маусымнан кейін кетеді. Бұл ресми Дортмундтық Боруссияның сайтында жариялады. Және де Марко Ройстың өзі жанкүйерлерге деген алғысын айтуда. Бұндай керемет клубта менің өмірімнің жартысы өтті, және де мен әр күнімнен ләззат алдым. Мен Дортмундтық Боруссияда өткізген мансабым үшін 1 минутына да өкінбеймін деді. Қиындықтар болды. Көп нәрселерде қателіктер болып жатты командада. Алып тұрған нәрсені ала алмай жаттық. Ондай қиындықтарда болды. Бірақ та мен бұл команданы қиындығымен, жақсылығымен, жетістігімен бәрімен жақсы көремін. Жанкүйерлерді қатты жақсы көремін деді. Жалпы Марко Ройс өте тамаша мансабын өткізді деп ойлаймыз. Марко Ройсқа Реал Мадрид та қызықты, басқасы да қызықты. Бәр алып кеткісі келген кезінде. Бірақ та бұл Дортмундтық Боруссияға деген адалдығы үшін еш қайда да кеткен жоқ. Дортмундтық Боруссияны шынымен жақсы көретін ойыншы, және де Дортмундтық Боруссияның барлық жанкүйерлері, жалпы әлем футболының жанкүйерлері де Марко Ройсты жақсы көретін шығар. Енді бір қызығы, Марко Ройс мансабын аяқтағысы келмейді. Тағы да 1-2 маусым ойнағысы келеді. Ең болмаса 1 маусым ойнағысы келеді. Бундеслиганың басқа бір командасына баруы мүмкін. Енді бұл ақпараттарға сүйенетін болсақ, Дортмундтық Боруссия тағы да 1 маусым келісімшарт ұсына салса қайтер екен деген ойда келеді. Себебі Марко Ройс өзінің мансабын Дортмундтық Боруссияда аяқтаса қандай тамаша болар еді. Жалпы енді келісім шартты осылай шешілген екен. Енді Марко Ройсқа қайда барса да тек қана сәттілік тілейміз. Әлбетте Дортмундтық Боруссиядан кетіп бара жатқаны өкінішті. Бүгінге осы достар 13-ші сектор арнасымен бірге болыңыздар. Сіздер үшін жиі тың ақпараттарды шығарып отыратын арнамыз. Арнамызға жазылып қоңыраушаны басып, осындай тамаша арна бар деп достарыңызға айтып қойсаңыздар қуанышты болар едік. Келесі кездескенше назарларыңызға рахмет.